Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, қатпарлы болып шығатын, әрі екі түрлі салмамен жасалатын қатпарлы таяқшаларды бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі ыдысымызға 1 стакан жылы сүтімізді қойып, үстіне 1 стакан жылы су қосып, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық ерітілген сары май, 1 ас қасық қаймақ, жарты бокал сұйық май қосып, үстінен 2 ас қасық 6% сірке суын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бір келкі масса дайын болған соң, үстінен алдын ала електен өткізіліп дайындалған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, жып-жылтыр болып шығады, себебі құрамында сары май, қаймақ болғандықтан. Және дайын болған қамырымызды үстін жауып, демалдыруға қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болған соң, үлкен 2 бөлікке бөліп, әрбір бөлікті кішкене бөлшектерге бөлетін боламыз. Менде 12 бөлшек шықты. Енді бұл бөліктерді дөңгелектеп жаюға дайындап аламыз. Сонан соң тура видеодағыдай етіп жайып, 2 бөлікке бөлеміз де, әрбір бөлігіне ерітілген сары майды 1 келкі етіп жағатын боламыз. Үстінен екінші бөлігін жайғастырып, оның да үстіне ерітілген сары майды қосып, салмасын салатын боламыз. Менде біріншісі картопты күштен өткізіп, татымына қарай тұз, бұрыш қосып, осылай орап дайындайтын боламыз. Ал енді екінші түрі, қамырымызды жайып, үстінен ерітілген сары майымызды жағып, екінші бөлігін жайғастырамыз да, оның үстіне ерітілген сары майды жағатын боламыз. Сонан соң салмасын саламыз. Менде екінші түрі асқабақты да күштен өткізіп, татымына қарай тұз, бұрыш, пияз қосып салатын боламыз. Орап, барлығын табамызға жайғастырып, үстінен сұйық майды жағып, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста қызарғанша пісіретін боламыз. Майды жағып болған соң, пышақтың көмегімен таяқшаларымызды осылай бөліп алсаңыздар болады. Ал енді пешімізге жібереміз. Міне біздің таяқшаларымыз дайын болды. Ол өте дәмді, ауызға салса ериді, қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Алдағы уақытта сіздермен өте дәмді, пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан да арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!